Алматы хайуанаттар бағы біздің әсем қаламыздың тұрғындарының және көптеген қонақтардың сүйікті орны. Ол шындығында табиғатпен кездесудің орталығына айналып отыр. Алматы хайуанаттар бағы табиғаттанудың ірі мектебі және орталығы. Біздің көпшілігіміз үшін балалық естеліктеріміз демалыс күндері зоопаркке баруларымызбен байланысты. Алматы хайуанаттар бағының құрылу тарихы сонау 1935 жылдан басталады. 1935 жылы сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитеті Төлебаев Мырзаханға Алматы хайуанаттар бағын құру үшін орын таңдауды ұсынады. Алғаш жоспарланған Тастақ ауданының бос жатқан жері қолайсыз болғандықтан Төлебаев Мырзахан қаланың шығысындағы мәдениет және демалыс паркі аумағындағы жерді таңдайды. Осы жер зообақ үшін ең қолайлы орын, себебі тау етегі, айнала көкпеңбек көк желек, парк те жанында, деп өзінің ең соңғы шешімін айтады. Төлебаевтың пікірін жер комиссиясы мүшелері де, үкімет те қолдайды. Таңдалған жер ол кезде қаладан тыс 4 километр қашықтықта еді. Жер таңдалғаннан соң 1936 жылы Төлебаев Мырзаханға Алматы хайуанаттар бағын ұйымдастыру және құрылысын жүргізу жұмысы тапсырылады. Ұйымдастыру жұмыстары қызу басталып, Төлебаев Алматы хайуанаттар бағының ашылуын 1937 жылға белгілейді. Сол жылы Төлебаев Мырзахан Мәскеуге барып, Мәскеу хайуанаттар бағымен аңдар алу жайында келіссөздер жүргізеді. Нәтижесінде Мәскеуден бір топ аңдар аю, арыстан, әртүрлі тұяқтылар арнайы вагондармен Алматыға әкелінеді. Осындай тірі жүктерді аман-есен Алматыға жеткізгені үшін НКВД Төлебаев Мырзаханды грамотамен марапаттайды. Кәнігі аңшы әрі жетісу өлкесін жете білетін Төлебаев Мырзахан зообақ көрілімі үшін Қазақстанның бай табиғатының жекелеген аң түрлерін өзі аулап әкеліп отырады. Ақбөкен, тау текесі, киіктер, тағы да басқа аң құстар бақтан орын алады. Сондай-ақ сол уақытта Мәскеуден, Петербордан, Аскания, Новадан аңшылық шаруашылықтарының жеке адамдарынан хайуанаттар бағына әртүрлі аңдар әкелінеді. Алматы хайуанаттар бағының салтанатты ашылуы 1937 жылы 7 қарашада өтеді. Бұл Қазақстан Республикасы үшін елеулі тарихи оқиға болды. Алматы қаласының барлық тұрғындары үшін 2 күн баққа келу тегін болады. Төлебаев Мырзахан 1904 жылы Бақанас ауылында туып ер жетеді. Алғаш оның есімі Алаш партиясының құрылтайшылар жиналысында Жетісу өлкесінің делегаты ретінде келгені аталады. Мырзахан орман жер шаруашылығының училищесін бітіреді. Аңшылар қоғамының мүшесі болады. Төлебаев Мырзахан білімді, еңбекқор, жігерлі табиғаттың жетік білгірі, қамқоршысы болды. Хайуанаттар бағының негізін қалаушы, тәжірибені ғылыми жұмыспен ұштастыра білді. Ол алдына бақта омарта ашу, инсекторий және дерге тұрақжай салу мақсаттарын қойған еді. Өкінішке орай осындай адал абзал адам нақақтан ажала жабылып НКВД қамауына алынады да 1938 жылы жазықсыз атылады. Зообақтың аса ғылыми құнды құжаттары тәркіленеді. Кейіннен ізім қайым жоғалып кетеді. Аяулы азамат Төлебаев Мырзахан тек 1957 жылы ақталады. Оның есімі естелік кітабына енгізілген. 1937 жылы Төлебаев Мырзаханның шақыруымен Алматы хайуанаттар бағына Зверев Максим Дмитриевич келеді. Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары болады. Ол 1986 жылы Барнаулға жақын жерде өмірге келген, Томск университетін бітірген. Зверев Алматы хайуанаттар бағының қалыптасуына сіңірген еңбегі де мол болды. 1939 жылы зообақ топтамасы жануарлардың көп түрімен толықты. Ағаю, гну киігі, кана, бизон, зубр және Қазақстан фаунасы жануарлары жинақталды. Константиди Ставро Савельевич
солтүстік Кавказдағы Краснодар өлкесіндегі Геленджик қаласында 1925 жылы 28 ақпанда дүниеге келеді. 1934 Алматы қаласына келіп, осында орта мектеп бітіреді. 42 жылы әскерде болып, 1947-50 жылдары Мәскеу заң институтын оқиды да, 1951-60 жылдары 28 гвардиялық панфиловшылар атындағы паркте директордың орынбасары, одан кейін директор болады. Ал 1960-80 жылдары аралығында Константиди Ставра Савельевич Алматы хайуанаттар бағының директоры қызметін атқарады. Осы жылдары Алматы зообағы жаңа белестерге көтеріледі. Зообаққа келушілер қатары өседі. Қолдағы жануарларға қолайлы жағдайлар жасалады. 1966 жылы Киев қаласында ұйымдастырылған құс шаруашылығының бүкіл әлемдік 13-ші конгресінде халықаралық көрмесіне 49 елден қатысады. Осы аты шулы көрмеге қойылған Алматы хайуанаттар бағының құстар көрілімі 3-ші дәрежелі дипломмен және өндірістік жоғары көрсеткіштері үшін естелік медальмен марапатталады. Константиди білгірлік басқаруымен Алматы хайуанаттар бағы 1976 жылы көрілімдегі жануарлардың саны және күтімі жөнінен СССР-дағы бақтардың ішіндегі ең жақсы зообақ болып танылады. 1960-70 жылдары зообақ тек аңдарды көпшілікке көрсету орны болып қана қоймай, сонымен қатар халықаралық отандық қызыл кітапқа енгізілген, жойылып бара жатқан және сирек кездесетін жануарларды қамқорлыққа алып өсіру, сақтау және көбейту орны болды. Осыған сәйкес ғылыми жұмыс орталығына айналды. Қолға ұстау жағдайында аңдарды күту, өсіру және көбейту өте күрделі әрі қиын мәселе. Себебі көптеген жануарлардың биологиясы әлі де зерттелмеген және қолда ұсталған жануарлардың ұрпақ келтіруде өте күрделі мәселе. Осы ретте бақтағы жануарлар түріне сәйкес топтастырылады. Аталықтары мен аналықтарын жұптастыру да ғылыми негізінде жүргізіледі. Басқа хайуанаттар бақтарымен өзара алмасу сатып алулар ұйымдастырылады. Шетелдік хайуанаттар бақтарымен байланыстар, ауыз түйістер жасалады. 1967 жылы өзінің 30 жылдық мерейтойына жануарлардың жаңа түрлерін алды. Әр елдерден 18 жаңа тұрғындар әкелінді. Олардың ішінде Сейшел аралынан Катя есімді піл тасбақасы, Австралия түйеқұстары, екі саусақты жалқау тәрізді экзотикалық жануарлар болды. Мәскеу зообағы Карат есімді 18 жастағы үнді пілін сыйға тартты. Піл қараша айында әкелінді. Карат және оның ағасы Мәскеу зообағында өмірге келген тұңғыш үнді пілдері. Алматы хайуанаттар бағында жыл сайын аң құстардың 60 түрі ұрпақ келтіреді. Соның ішінде сирек кездесетін және жойылып бара жатқандары да бар. Олар сақалтай, сұңқылдақ аққулар, үкілер, көк құлақты қырғауылдар және басқалары. Сүтқоректілерден қорқаулар, барыстар, амур және Суматра жолбарыстары, қабыландар, қамыс мысығы, арқарлар, бұқар бұғысы, иір мүйіз ешкілері, Сібір таутекесі, ақ аюлар, бегемоттар. Константиди зубрлар мен бизондарды қолда күту және көбейтуде айтарлықтай жұмыс істейді. 1970 жылдары хайуанаттар бағының ғылыми зерттеу жұмыстары белсенді жүргізіле бастады. Зообақта ғылыми кеңес құрылды. Оның құрамында белгілі ғалымдар Зверев, Гвоздев, Бекенов, Ковшарь және профессор Байсаловтар еңбек етті. 1971 жылы хайуанаттар бағының штатына тағы жануарларды өсіріп табиғатқа қосатын ғылыми өндірістік зертхана жұмыс істей бастады. Алматы хайуанаттар бағы Қазақ СССР-дағы ғылыми академияның зоология институтымен, микробиология және вирусология институтымен, Алматы зоовет институтымен, ғылым академиясымен байланыста болды. 1961 жылы Индия премьер-министрі Джавахарлал Неру Алматы хайуанаттар бағына Дубас және Пальма атты екі жас пілді сыйлыққа тартты.
Кейіннен бұл жас пілдер 3 ұрпаққа келді. Бірінші ұрпағы 1974 жылы 26 сәуірде туылды. Алматы хайуанаттар бағын дамытудағы зор еңбегі үшін Константиди Қазақ СССР-на еңбегі сіңген мәдени қызметкері атағы берілді. Константиди ұзақ ауыр науқастан кейін 1980 жылы 24 қыркүйекте қайтыс болады. Алматы хайуанаттар бағы құрылысын жаңарту 1980 жылы қайта өріс алады. 1980 жылы мамыр айында баққа Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев келеді. Осыдан кейін хайуанаттар бағына арнаулы РСУ құру және қосымша жер бөлу туралы шешім шығады. 1980 жылы Алматы хайуанаттар бағына директор болып көмек Мұқашұлы Әленбаев тағайындалады. Ол 1941 жылы Алматы облысының Іле ауданы Николаевка селосында туған. 1972 жылы Қазақ политехникалық университетін бітіреді, ал 1986 жылы Завет институтын бітіреді. Оның ерен еңбегі үкіметтік наградалармен аталады. 1986 жылы құрмет белгісі орденімен, 1987 жылы СССР Мәдениет министрлігінің үздік мәдениет қызметкері белгісімен, 1991 жылы үздік еңбегі үшін, 2000 жылы ерен еңбегі үшін медальдармен және Францияның алтын медаль құрмет наградасымен марапатталды. Сондай-ақ көмек Мұқашұлы 1987 жылы шыққан Алматы хайуанаттар бағы кітабының авторы. Оның көптеген ғылыми мақалалары Мәскеу, Новосибирск және басқа хайуанаттар бағының жинақтарында басылды. Көмек Мұқашұлы Әлменбаевтың білікті басшылығы нәтижесінде Алматы зообақ көптеген беделді қауымдастықтардың мүшесі болып табылады. Зообақтар мен аквариумдардың Евро-Азиялық аймақтық қауымдастығы, Европалық және Оңтүстік Шығыс Азиялық қауымдастықтары, бүкіл әлемдік зообақтар мен аквариумдар қауымдастығы, ветеринарлардың Европалық қауымдастығы, ағарту және білім беру халықаралық қауымдастығы және түрлерді сәйкестендіру халықаралық жүйесі қауымдастығының мүшесі болды. Жаңа директордың басшылығымен 1981 жылдан бастап хайуанаттар бағының барлық аумағы қайтадан жөнделді. Ескі тұрақтар, қоршаулар қайта салынды. Жаңадан қоймалар салынды. Аспаздық бөлме жөнделді. Орталық мәдени парк мен зообақ арасында өткел жасалды және жаңа жерлер игерілді. Осынау жылдары тұяқты жануарлар үшін жалпы ауданы 7250 шаршы метр ағаш үйлер қайта жөнделді. 1980-90 жылдары зообақтың ғылыми өндірістік жұмысы біршама басқа бағытта жүрді. Бақтың ғылыми кеңесі құрамы жаңартылды. Қазақстан қызыл кітабы жарық көрді. 1981 жылы жаңа аквариум павильоны ашылды. 1986 жылы ақиық және аққұйрық су бүркіттерін 4 теңіз мысығын алып келді. Олар зообақ жағдайында бейімделіп ұрпақ бере бастады. 1988 жылы зообақ таксидермиялық зертхана ашылды. 1998 жылы хайуанаттар бағы үшін ерекше жыл болды. Амур жолбарысы 3 күшік ағаю бір қонжық туды. 2007 жылы зообақтың 70 жылдығына шимпанзе гибонаның 2 түрі, ергежейлі лемур, қызыл лемур, вари, эдип тамарины, Азия пілдері, зебраның 2 түрі, хартман және чапман зебрасы, керіктер, құду бөкені, ньяла орикс киіктері, жирен, қарын дик-дик, валави кенгуруы, ұшқыш түркшелер, ергежейлі опоссум, дулығалы қаузар, жапон тырналары, сары және жолақты мангустар, қорқаулар жаңадан әкелінді. Жануарларды сатып алу, ауыстыру, әкелуде зообақтың бас мамандары Ергебаева Айман Қизатованың және Үмбетова Насима Камзинованың еңбектері ерен. Алматы хайуанаттар бағы 67 құс, оның ішінде ителгі қырандарын қолда өсіріп, 39 ителгі табиғатқа жіберілді. 2000 жылы Лаостан тамаша 2 жас піл алынады. 2001 жылы Германияның
Крейфелдер хайуанаттар багынан сый ретінде Филиус және Бунжа есімді екі шимпанзе жұбы әкелінеді. 2006 жылы сирек кездесетін жаңа аңдар екі Африка мүйізтұмсығы, қабыландар, ақ жолбары салынады. Алматы хайуанаттар бағы биокөптүрлілігін сақтаудағы рөлі өте зор. ТМД елдеріндегі хайуанаттар бақтарының ішінде ең озық алдыңғы қатарда тұр. Кейбір мәселелерде Мәскеу зообағынан да алда тұр. Мысалы, мүйізтұмсық, жираф, тағы да басқа жануарлардың Мәскеудің климатына шыдап тұра алмайтын болғандықтан, оны тек біздің Алматы хайуанаттар бағынан көре аласыз. ТМД елдеріндегі хайуанаттар бақтарының ішінде ең озық алдыңғы қатарлы экзотариум құрылымы бар. Ол 3 павильоннан тұрады. Оның түнгі әлем көрілімі Мәскеуден кейінгі бірегей көрсетілім. Ал оның жабдықталуына технологияның соңғы жетістіктері пайдаланды. Жануарлар үшін жасанды ландшафттар, террариумдер, биотоп телімдері үлгісінде әзірленді.